Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін математика сабағының 17-ші сабағын бастаймыз. Ең алдымен балалар, сабағымызды бастамас бұрын бізді жоғалтып алмас үшін лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпа. Ал біз бастаймыз. Бірінші есеп. Суретке қара, 8 санның құрамына мысалдар ойластыр. Балалар, үстелдің үстінде әртүрлі заттар берілген, балалар? Енді біз осыны 8-дің құрамын табуымыз керек. Алмаларды санайық, балалар. Бізде қызыл алмадан 7 тұр, сары алмадан 1 тұр. Демек, бір жағына 7, бір жағына 1 деп жазсақ болады. 7 мен 1 8-дің құрамы болып табылады. Балалар, 7 қосу 1 тең 8. Келесі кеселерді санайық. Бізде 6 көк кесе, 2 жасыл кесе бар. Демек, 6 мен 2 8-дің құрамы болады. 6 қосу 2 тең 8 деген сөз. Келесі, балалар, қағаз сүлгі бар. 4 күлгін сүлгі және 4 тоқ сары түсті қағаз сүлгі бар. Демек, 4 қосу 4 тең 8. Бұл да 8-дің құрамы болады. Келесі, балалар, тәрелке тұр бізде. Қанша жасыл тәрелке тұр? 3, дұрыс айтасыңдар. 3 жасыл тәрелке және 5 көк тәрелке тұр. Демек, 5 қосу 3 тең 8 болады. Келесі, балалар, барлығы неше қағаз сүлгі бар деп тұр, астында. Балалар, санайықшы. Тоқсары қағаз сүлгіден 4, күлгін қағаз сүлгіден 4. Демек, 4 қосу 4 тең 8 болады. Келесі, барлығы неше кесе бар деп тұр, Жасыл кеседен 2, көк кеседен 6. Демек, 2 қосу 6 тең 8 болады. Барлығы түсінікті болса, екінші есепке көшейік. Екінші есеп. 8 санның құрамын айт. Балалар, бізде 8 санның құрамы қызыл түсті және көк түсті шеңберлермен берілген. Енді қызыл түсті шеңберді санайық. 7 және 1 ғана көк түсті шеңбер бар. Демек, 7 қосу 1 тең 8. Келесі, 6 қосу 2 көк шеңбер, 6 қосу 2 тең 8. 5 қосу 3 тең 8. 4 қосу 4 тең 8. 3 қосу 5 тең 8. 2 қосу 6 тең 8. 1 қосу 7 тең 8. Балалар, 8-дің құрамын міндетті түрде жаттап алыңдар. Егер барлығы түсінікті болса, келесі сабаққа көшейік. Үшінші есеп. Сурет бойынша сандардың қосындысы мен айырмасын құрастыр. Балалар, бізде қараңдаршы, алмұртпен және алмалар берілген. Алмұрттың санын санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 алмұрт бар екен, бір ғана алма бар екен, Демек, 7 қосу 1 тең 8. 1 қосу 7 тең 8. 8 азайту 1 тең 7. 8 азайту 7 тең 1 деп шығарамыз. Екінші есепте, балалар, 6 алмұрт және 2 қызыл алма бар екен. Демек, 6 қосу 2 тең 8. 2 қосу 6 тең 8. 8 азайту 2 тең 6. 8 азайту 6 тең 2 деп шығарамыз. Келесі суретте, балалар, 5 алмұрт және 3 алма бар екен. Демек, 5 қосу 3 тең 8. 3 қосу 5 тең 8. 8 азайту 3 тең 5. 8 азайту 5 тең 3 деп шығарамыз. Төртінші суретте, балалар, 4 алмұрт және 4 алма бар екен. Балалар, 4 қосу 4 тең 8. 8 азайту 4 тең 4 деп шығарамыз. Үшінші есебіміз түсінікті болса, келесі сабаққа көшейік, балалар. Төртінші есеп. Бос орындарға тиісті сандарды ата, өзің 1-ден 10-ға дейін сандарды қатарын құрастыр. Балалар, бізде бірге санайық. 1, 2, келесі қандай сан? Дұрыс айтасың. 3, 4, 5, келесі қандай сан? 6, дұрыс айтасың. 7, 8, келесі қандай сан? 9, жарайсың. Келесі 10. Балалар, бүгін осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабағымыз түсінікті болса, бізді жоғалтып алмас үшін лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпа. Сау болыңдар, балалар.